Қайырлы күн, Абылай Қалдарбек YouTube каналының оқырмандары. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз балалардағы анемия, яғни гемоглобиннің төмендігі. Қазіргі уақытта қанша балада осы гемоглобин төмендігінің салдарынан иммунитет төмен түсіп, жиі ауырып жүр. Егер сіздің балаңызда жиі аурушаңдыққа шалдықса, жиі ауырып қалатын температура және де респираторлы вирусты инфекцияларды көп өткізсе, бүгінгі тақырыпты толық көріп шығуға сізге кеңес беремін. Алдымен лайк басып, каналға тіркеліп, міндетті түрде таныстарыңызға, жанашырларыңызға осы видеоны сілтемесін жіберіп қойыңыз. Себебі ол кісілердің баласында да гемоглобиннің төмендігі болуы мүмкін. Жалпы анемия, енді анемияға келетін болсақ, бізде анемияны біз железодефицитный, B12 тапшылық дейміз. B12-нің жетіспеуінің салдарынан дамитын анемия деп жіктеп айтсақ болады. Ал бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз балалардағы кеңінен таралған железодефицитный анемия. Яғни ағзадағы темірдің жеткіліксіздігінің салдарынан гемоглобиннің деңгейінің төмендігі. Бұл біріншіден балаға қандай зиян келтіреді? Бірінші кезекте гемоглобин төмен кезде баланың ағзасында қан дұрыс айналмайды. Яғни оттегі дұрыс тасымалданбайды деп айтайықшы. Себебі гемоглобиндер бізде оттегіні тасымалдайтын бірден бір тасымалдаушы. Енді егер гемоглобин төмен болса, разумеется, уже кислород жетпейді, зат алмасу процесі төмендейді, баланың уже иммунный клеткасы әлсірей бастайды. Енді бұл жалпы алдағы уақытта қандай последствияға алып келуі мүмкін? Бізде зат алмасу төмендеуіне байланысты бала салмақ тастауы мүмкін, бала жиі ауыруы мүмкін, балада жалпы түрлі пигментациялар, тырнақтың сынғыштығы, қыштың көп түсуі деген сияқты признактардың барлығы осы анемияның салдарынан дамуы мүмкін. Енді железодефицитный анемияны біз қалай анықтаймыз? Сіздің балаңызда именно темір тапшылықты ма, жоқ, именно B12 жетпей ма, фолий жетпей ма, оның барлығын анықтау үшін өзінің арнайы зерттеулері бар. Лабораторлы зерттеулерден біз мысалға сізге түсіндіріп айтайын, бірінші кезекте железодефицитный анемияны анықтау үшін жалпы қан анализі, развернутый, яғни ішінде лика формуласымен бірге жалпы қан анализі керек, ферритин керек, ағзада қанның құрамындағы железаны анықтауымыз керек, және де біз именно бізге темір тапшылықты анемия кезіндегі анықтайтын бірден бір тәсіл ол бауырды УЗИ жасау дополнительно. Себебі анемиясы бар балаларда бауырында диффузды изменениялар болады. Ол өз кезегінде қан дұрыс фильтрацияланбайды и баланың жиі аурушаңдығына тоже шалдықтырады. Егер сізде железаның деңгейі төмен болса, ферритиннің деңгейі төмен болса, гемоглобиніңіз төмен көрсетсе, значит сізде получается уже железодефицитный анемия. Енді анемияның біз дәрежесіне байланысты 3 степенге бөлеміз. Бірінші бізде 100 грамм на литр мен 120 грамм на литрдің арасы. Яғни 100 мен 120 арасы бізде бірінші дәрежелі темір тапшылықты анемия. Ал бізде 80 мен 100-дің арасы екінші дәреже, 80-нен төмен болатын болса, сізде үшінші дәрежелі темір тапшылықты анемиясы бар. Енді сізде егер көрсеткішіңіз 70 грамм на литрден төмен болатын болса, 68 болса, 65 болса, балаңызға міндетті түрде гемотрансфузия жасалуы керек. Сіз қан құю арқылы баланың ағзасына көмек бересіз. Ал енді 70-тен жоғары гемоглобинді біз көтеруімізге болады. Ол қалай? Темір тапшылықты гемоглобин төмендеп, темір тапшылықты анемия дамыған кезде сіз балаңызға міндетті түрде железа препараттарын бересіз. Енді железа препараттарының өзі бізде ұзақ уақытқа беріледі. Егер сіз дәрігердің нұсқаулығымен 15 күн, 1 ай, 2 ай көлемінде ғана железа препаратын беріп, гемоглобиннің деңгейі көтерілгеннен кейін егер железаны тоқтатып қойсаңыз, ертеңгі күні гемоглобиннің деңгейі қайтадан төмен түсіп кетуі мүмкін. Себебі ағзадағы сіз темірдің қажетті қорын восполнять еткен жоқсыз. Темірдің қажетті қоры бізде ол ферритин. Яғни железаның қорын ағзада сақтап отыратын. Гемоглобин түскен кезде сол қордан темір бөлінеді, сөйтеді орнын толықтырып отырады. Бұл көрсеткішке жету үшін 1 ай железа препаратты беріп болғаннан кейін сіз міндетті түрде жалпы қан анализін, ферритинді, железаны тапсырып қоюыңыз керек. Егер ферритиніңізді, железаңызды, гемоглобиніңізде қалыпқа келген болса, тоқтатуға болады. Егер төмен көрсеткіш болса, ол кезде сіз мүмкіндігінше ары қарай железа препараттарын жалғастырасыз. Железа препараттарын ұзақ уақыт беру сіздің балаңызда бірнеше түрлі өзгерістерге алып келуі мүмкін. Бірінші кезекте баланың тісінің қараюы.
Сол себепті сіздің балаңызда әлі сүт түстері кезде 6 жасқа дейін сіз бүкіл железаны восполнять етіп, баладағы гемоглобинмен толыққанды күресіп алғаныңыз дұрыс. Себебі сүт түстері түскеннен кейін өмір бойына сақталатын тістер шығады. Железа препарат ол тістерді де зақымдауы мүмкін. Ал сіз өзіңіздің балаңыздың ертеңгі күні тістерінің қарайып кеткенін, бүтіндігінің бұзылғанын әрине қаламайсыз. Тіс адамның сұлулығы. Сол себепті ерте жаста анықтаңыздар. Екінші нәрсе, ол железа препаратын беріп жатқан кезде бізде баланың үлкен дәреті қара түске бояла бастайды. Неге? Себебі бізде пигментация болады. Организмге железа түскеннен кейін железаның өзінің қара пигмент бөле бастайды, ол үлкен дәреттің құрамында болады. Яғни сіздің үлкен дәреттің құрамында ағзаға сіңірілмеген остаточный железа үлкен дәретпен шығады, соның салдарынан қарайып кетеді. Көп аналар бізде именно осы железаны беріп бастайды да 2-3 күннен кейін дәрігер что-то үлкен дәреті қарайып жатыр, не істейміз, қалай деген сияқты сұрақпен бастары қатып жатады. Сол себепті железа препаратын берген кезде сізге үлкен дәрет қарайса, қатты бір қорқудың қажеті жоқ. Это физиологический процесс, солай болу керек. Ендігі кезекте сіз егер железа дефицитті анемияны емдемесеңіз, ертеңгі күні сізде хронический формаға өтіп кетеді. Хронический форма это уже сізде вторичный иммунодефицит. Балаңыздың иммунный системасы дұрыс жұмыс жасамайды. Сол себепті дәрігеріңізге шұғыл жүгініп, мүмкіндігінше анемияны анықтап отыруыңыз қажет. Қалыпты жағдайда негізі жалпы қан анализі железаны ферритинді 6 ай сайын тапсырып тұруды біз ұсынамыз. Неге? Себебі 6 ай деңгейінде ағзадағы железаның қоры таусылуы мүмкін, деңгейі төмен түсуі мүмкін. Ерте анықтаған нәрсе тез жазылады. Кеш анықтасаңыз, разумеется, уже терапияңыз алатын еміңіз сізде ұзақ уақытты қамтитын болады. Енді железа дефицитный анемиядан основной қай препараттарды қолданамыз? Бірінші кезекте менің ұсынатын бірден-бір препаратым ол мальтофер. Мальтофер бізде трехвалентный железа, ағзаға сіңірілуі тез болады, гемоглобинді тез көтереді. Получается, баланың салмағына қарай күнделікті 3 рет азанда, обедте, кешке железа препаратын беріп тұру керек болады. Ал енді одан бөлек бізде феровит, ферсинол секілді препараттарымыз тоже бар. Егер анемияның ауыр дәрежесі болса, немесе ересек адам болса, 3 жастан асқан балалар феркаялдың внутримышечный инъекциясын қолданса болады. Әрине, бұл препараттың барлығын сіз дәрігеріңізбен, өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізбен ақылдасқан түрде, чтоб ары қарай асқыну болмау үшін, дұрыс емес дозировка бермеу үшін міндетті түрде кеңескеніңіз дұрыс. Бұл жерде бір мальтоферге реклама или болмаса бір сол дәріні ұсыну емес, факт қалай бар, қалай әсер етеді, солай айтып жатырмыз. Ал таңдау сіздің өзіңізге. Әрқашан қай препаратты бересіз, қалай емдейсіз, қай дәрігерге көрінесіз, сол таңдау тікелей өзіңізге байланысты. Енді железа дефицитный анемияны сіз бірінші кезекте қалай анықтауға болады? Мысалы, анализ тапсырмай тұрып, сіздің балаңызда анемия бар жоғын. Балаңыз ет тағамдарынан бас тартады. Егер етті дұрыс жемесе, тамақтың құрамындағы етке дұрыс зейін сала алмаса бала, ол, скорее всего, гемоглобин төмен. Екінші нәрсе, ол именно мына кесекке, сондай қағазға, адам тұтынбайтын нәрселерге құмарту. Көп аналар айтады, балам қағаз жейді, балам кесек жейді, балам дуалды үңгіп жейді. Соның барлығын бұл организмде что-то не то, бір нәрсе жетіспейді, соны восполнять ету үшін, организмнің сұранысын беру үшін балаңыз осындай әрекетке барып жүр. Енді сіз бірінші кезекте анемия болмау үшін не жасау керек? Егер сіздің балаңыз анемия болмау үшін, егер болмағанын қаласаңыз, жүктілік кезде өзіңізде гемоглобин төмен болмау керек. Себебі анасынан келген гемоглобин төмен болса, ол баланың ағзасында да ертеңгі күні гемоглобин төмен көрсеткіштерді көрсетеді. Жүктілік кезде күтінеміз, гемоглобинді көтереміз, железаны, D3-ді, ферритинді барлығын восполнять етеміз, сау баланы дүниеге алып келеміз, ол, разумеется, уже бізде гемоглобин төмен болмайды. Ендігі кезекте жалпы қан құюға байланысты. Көп аналардың сұрағы бізде қан қалай болады, ол таза ма, бір нәрсе жұқтырып алмаймыз ба баламызға деген сияқты сұраққа жауап беріп кетейікші. Бірінші нәрсе, ол бізде приказ бойынша центр крови дейді, яғни қан орталығында талдамаға алынған қанның барлығы толық зерттеуден өтеді. Гепатит Б-ға, С-ға, ВИЧ-ға барлығына тексеріледі. Таза қандар ғана стерилизованный түрде ауруханаларға жіберіліп отырады. Сол себепті балаға қан құюдан ешқандай қорқудың қажеті жоқ.
Ол бұрынғы заманда прямой переливание бар еді. Әкесінен алып баласына құяды, анасынан алып баласына құяды, прямой қанды алып құя беретін компаниядан. Ал қазір ондай нәрсе не допускается, потому что ол қан таза емес болуы мүмкін. Сол себепті аурухана деңгейінде құйылатын қаннан сізде ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Ол наоборот баланың жағдайын тез жақсартады, баладағы зат алмасу процесін қалпына келтіреді. Егер ағзада қандай да бір ақау болып жатса, соның алдын алуға көптеп септігін тигізіп жатады. Енді сіз балаңызда тапсырған жаңағы железо, общий анализ крови, ферритиніңіз жалпы төмен көрсеткіш көрсетіліп жатса, балаңызда немесе анемия бар екенін білсеңіз, сіз маған консультацияға келуіңізге болады. Консультация жалпы алу арқылы сіз балаңызға толық емнің схемасын, ары қарай қалай берілу керек, қанша уақыт берілу керек, жалпы емді алып болғаннан кейінгі анализдеріңізге талдау, ем барысында баланы курация жасап тұру, яғни сұрақтарыңызға, қосымша ақпараттарға жауап беріп тұру, барлығына қол жеткізе аласыз. Біздің орталық Шымкент қаласы, Нұрсат 126 мекенжайында орналасқан Абылмет клиникасы. Мен төменде номер қалдырам, осы номерге жазу арқылы сіз консультацияға жаза аласыз. Сіздің балаңыздағы анемияны, жалпы қан аздықты бірге емдейтін боламыз. Ал оны емдеу арқылы сіз балаңыздағы аурушаңдықты 50%-ке уже шештім деп ойлай беріңіз. Гемоглобин нормама сіздің балаңыз 10 рет ауырама, уже 5 рет ауыратын болады. Оның өзі үлкен жетістік. Сол себепті консультацияға жазылыңыздар, келіңіздер, қолдан келгенше сіздерге көмек көрсетуге тырысатын боламыз.